Сәлем достар, бұл HTML курсының 7-ші сабағы. Бүгінгі біз сабақта видео салуды, аудио салуды және де iframe элементтерін салуды үйренеміз. Енді бастайық. Қалай жасауға болатынын мен көрсетейін. Мен арнайы 2 файл жүктеп алдым. Оның біреуі проблема жоқ деген Қуандық Рақымның өлеңі, екіншісі адай клипі. Қазір бірінші біз аудио файлды қоямыз. Мына артық жазған нәрселеріміздің барлығын өшіріп тастайын. Енді ішіне аудио деп тег салайық. src дейміз. src-ның ішіне аудионың өзін көрсетеміз. Қазір біз аудионы көрсетпестен бұрын папканың ішіне салайық. Біз арнайы алдында сайт деген папкамызды жасадық. Соның ішіне лақтырамыз проблема жоқ деген файлымызды. Проблема жоқ .mp3 сақтадым. Енді парақшамызды ашайық. Қазір бұл дымда көрінбей тұр, өйткені біз контроллер салған жоқпыз. Атрибут. Парақшаны жаңартқаннан кейін аудионың плеері шықты. Қазір плей бастық, өлең ойнап жатыр. Тоқтатып тастайын, оның бізге қажеті жоқ. Оны қууға болады, дауысын өсіріп түсіруге болады. Міне, аудио файл осылай салынады. Бұл тег HTML5-тен бастап пайда болды. Бұрындары осындай аудио плеер салу үшін арнайы флеш плеер қосылатын еді, бірақ ол заман өтті. Енді видео қалай салуға болады? Дәл солай аудио деген сияқты видео деген тег бар. Оған да src атрибутын береміз. Қазір жауап тастайын видео тегін. Оның ішіне aday.mp4 деген файлымызды салайық. Сақтадым. Қазір мен сайт деген папканың ішіне aday.mp4 файлын саламын. Парақшаны жаңарттым. Міне бұл да ашылмай тұр, өйткені оғанда контроль салу керек. Сақтадым. Парақшаны жаңарттық. Міне енді бізде батырмалар пайда болды. Play, дауысын өсіріп түсіру, толық экранға. Қазір мен play басам. Міне видео бастап жүріп жатыр. Оны қуып қарауға да болады. Тоқтата салайын. Кейде болады сайттарда байқаған шығарсыздар, аудио файл өзінен өзі қосыла береді бастап, я болмаса қайтадан қайталана береді. Ол үшін тағы да 2 атрибут бар. Оның біреуі автоплей, екіншісі loop. Автоплей деп отқанымыз ол өзінен өзі бастай береді парақша ашылған кезде, ал loop ол қайталана береді. Қазір бұл атрибутты салып кетейін аудиоға мен. Автоплей. Екіншісі loop. Менде симаған соң келесі жолға шығып кетті. Ол Sublime'ның өзі жеңілдету үшін бізге солай жасап тұр. Негізі бұның бәрі бір жолда жазылып тұр. Міне сол жақта 9-шы жол деп көрсетіп тұр. Сақтадым. Парақшаны жаңарттым. Бірақ бізде аудио файл қосылмай тұр. Неге? Өйткені қазіргі браузерлер әдейі қорғаныш жасап қойған. Кейбір сайттарға кіріп қалсаң аудио қосылып кететін еді, сондықтан да олар алып тастаған автоплей атрибутының жұмыс істеуін. Қазір мен видео файлға да автоплей салсам, ол ашылмай тұрады. Оған мен қазір тағы да бір атрибут салам, muted деген. Сол кезде оның дауысы естілмеген соң, ол видео қосыла алады. Автоплей muted. Сақтадым. Парақшаны жаңарттым. Міне видео көріп тұрсыздар, қосылып тұр. Ал қазір мен muted атрибутын алып тастасам, бұл видео жүрмей қалады. Сақтадым. Парақшаны жаңарттым. Міне жүрмей тұр. Өйткені манағы айтып кеткен ол проблеманы шешу үшін браузерлердің жасағандары. Тағы да енді бір бар, ол iframe деген. Ол үшін мен қазір YouTube сайтына кірейін. Кез келген бір видеоның iframe тегін көшіріп алайық. Міне трейлер бар екен бір фильмнің. Тоқтатып тастайын. Оң жағын басамыз. Копировать HTML код деген бар. Соны бастық. Сол кезде сізде HTML код көшіріледі. Ең соңғы жағына салайық. Міне iframe деген тег көріп тұрсыздар. Оның width ширинасы берілген, ені height высотасы биіктігі берілген. Сақтадым. Парақшаны жаңарттым. Міне төменгі жақта YouTube видеосы шықты. Қазір алыстатып көрсетейін. Play басам, көріп тұрғаныңыздай бәрі ашылып тұр. Мен iframe'ді тағы қалай қолдану алатынын көрсетіп кетейін. Ол үшін iframe тегін тағы саламыз. Ішінде src деген атрибут болады. Сол src деген атрибутқа біз алдындағы жасап кеткен файлдарымыз бар. Мәтін.html, екінші .html деген мәтін.html файлын салайық. Сақтадым.
Енді парақшаны жаңарттым. Міне мына квадраттың ішінде бізде мәтін нүкте HTML файлының контенті шығып тұр. Қысқаша мәтін бұл жерде болу керек еді, басты бетке кері қайту. Міне осылай жұмыс істейді. Сонымен мен сабағымды аяқтадым. Келесі сабақта көріскенше сау болыңыздар.